Allah Taala Nahl сүресінің 70 аятында олар аспан кеңістігінде Алланың әміріне орнатқан заңдылықтарына толық бағынған күйде самғап ұшқан құстарға зер салып қарамай ма? Оларды сол кеңістікке Алладан басқа ешкім құлатпай ұстап тұрған жоқ. Әлбетте осының өзінде иман еткен қауым үшін көптеген белгілер, дәлелдер бар деген. Шынымен-ақ көк жүзінде еркін самғаған құстарға көз салсаңыз, Құдай Тағаланың құдіретіне еріксіз таңдай қағасыз. Суылдай көкке көтерілген көк еркесі жерге құлап кетпей, немесе аспанға шығып алып түсе алмай жатқанын байқамаймыз. Қалағанша көкті көкірегімен тілімдеп, суылдай жерге қарай ағызып келіп қонса, кейде зау көкке шығып алып, қанатын бір қақпай самғап жүреді де қояды. Негізі кез келген құсты физикалық жағынан алып қарағанда әжептәуір салмағы бар екендігін байқайсыз. Ең кішкентай құс болып табылатын калибрдің салмағы 20 грамм болатынын көрінеді. Ал құстардың патшасы болған қырандар мен құмайлар, қасқыр, түлкі сынды аңдардың омыртқасын теуіп сындыратындай салмағы бар екендігін ескерсек, әжептәуір салмақ берілген жаратылыс екендіктерін білеміз. Осыншалықты салмаққа ие бола тұра, оларды аспаннан құлатпай ұстап тұрған қандай нәрсе, қандай күш? Әрине ол Аллах Тағаланың құдіреті. Құранда бұл ақиқат төбелерінде қаз қатар тізіліп, қанат қағып ұшқан құстарға зер салып қарамай ма? Оларды әуелде Рахманнан басқа ешкім ұстап тұрған жоқ. Күмәнсіз ол барлық нәрсені толық көріп тұрады деп баян етілген. Құстардың жаратылуындағы хикмет не? Ұлы Аллаху Тағала әу баста адамды айналасына қарап, ұлы иесін тапсын, танысын, иман етсін, жаратушысының құдіретінің ұлылығын, шеберлігінің алдында таң қалып бас иісін деп мына дүниеге жіберген екен. Жіті қадағалаған кісі әрбір жаратылыс өз хал тілімен Раббысы үйреткендей құлшылықтарын жасап жатқандығына куә болады. Шуағын шаша күлімдеп тұрған күнде, сәулесін төгіп аймалап тұрған айда Құдайына деген құлшылығынан жаңылмайтын жаратылыстар. Олармен қоса әрбір жан-жануар, құрт-құмырсқа, жәндіктер де өзіне берілген міндеттерін атқару арқылы Раббысына құлшылықтарын арнайды. Құранда ол жайлы көктегілер мен жердегілердің һәм қанат қағып тізбектеліп ұшқан құстардың сен мінсіз кемшілік атаулыдан адасың, серігі жоқ жалғыз Құдайсың деп әрқайсысының өз тілімен немесе іс-әрекетімен Алланы дәріптегенін көрдің бе? Олардың әрқайсысы өз дұғасын, құлшылығы мен дәріптеу сөздерін өте жақсы біліп алған. Алла олардың не істеп, не қойып жүргендерін толық біледі делінген. Осы жерден біз құстардың да өздеріне тән зікірлерін даулатып құлшылыққа құлшына кіріскендіктерін байқаймыз. Демек, олардың бұл әлемде жаратылуындағы көптеген хикметтерінің бірі Аллах Тағаланы дәріптеу. Құлқын сәріден қиқулап, бау-бақшаны даңғазаға қылып, бастарына көтерулерінің Құдайдың құдіретіне бас иіп зікір етулері деп түсінеміз. Әсіресе таң намазының уақыты кіргеннен күн шыққанға дейінгі құстардың үніне құлақ салсаңыз, шынымен де жарыса зікір етіп жатқан мақлуқтарға қайран қаласыз. Олар тек жалғыз емес, жамағат болып та зікір айтатындары Құранда былай баяндалған. Біз расында да Дәуітке өз тарапымыздан артықшылық бердік. Сөйттік те, уа таулар, онымен бірге Алланы
Сен мінсізсің, кемшілік атаулыдан адасың, серігі жоқ жалғыз құдайсың деп өз тілдеріңмен ұлықтаңдар дедік. Құстарға да соны бұйырдық деп айтқан екен. Дәуіт пайғамбармен бірге таулар мен құстардың жарыса зікір еткенін көреміз. Әрине, жаратылыстың өзімен жарыса жасаған зікірлерін естіген пайғамбарлардың көңілі орнығып, дін жеткізу жолында мығым бола түсері анық. Себебі мына ғаламда Аллах тағалаға құлшылық жасап жатқан жалғыз ол емес, айналасындағы бүкіл жаратылыс атаулының құлдық ұрып жатқанын көңілге медет болады, жанға демеу болады. Өзіміз күнделікті намаздарымызда оқитын Фатиха сүресінің саған ғана құлшылық жасаймыз, сенен ғана жәрдем сұраймыз деген аятты жасаймыз, сұраймыз деген жекеше түрде емес, жасаймыз, сұраймыз деп көпше түрде келуінің мәні осында болса керек. Яғни барлығымыз дегеніміз құлшылық жасап жатқан жанды жансыз бүкіл әлемнен бірігіп, біздер де саған ғана құлшылық жасаймыз, сенен ғана жәрдем сұраймыз деп көпше түрде айтамыз. Солардың ішіне құстар да кіреді, таулар да кіреді, барлығы кіріп кетеді. Аллах тағаланы зікір етуші жаратылыстардың ішінде пайғамбармен бірге зікір ету мәртебесіне ие болған да құстар. Күн сәбеден құлшылап, зікірлерін заулатып, өздеріне тән тіршіліктерін жасап, өз алдына бір әлем болып өмір сүріп жатулары да көз салып, ой жүгірткен жандар үшін үлкен ғибрат бар. Осылайша Аллах тағаланың ақылсыз аң құстары кей сәттерде ақылды адамдарға өнеге болады екен. Сол себепті болса керек, пайғамбарымыз ешкімге алақан жаймай, Аллаға тәуекел етіп, өз еңбегін сауған жандарға құстарды мысал еткен екен. Егер сендер Аллаға шынайы тәуекел еткендеріңде құстарды ризықтандырғандай ризықтандыратын еді, олар таң сәріден аштан аш ұшып шығады да кешке бөтекесін жемге толтырып қайтады деген екен. Байқағанымыздай адамдардың басқа жаратылыстардан ғибрат алғаны сынды құстардан да сабақ алатындығын көреміз. Ендеше осыған көп мән беріп, құстардан да сабақ алып, Аллах тағаланы біз ғана зікір етпей, барлық жаратылыстар зікір ететіндігін біліп жүруіміз керек екен.